Сәлем достар, бүгін сіздермен өте нәзік әрі дәмді болып шығатын пончики дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды саламыз. Содан соң құрғақ ашытқы саламыз. Және де жарты шай қасық тұз саламыз. Бәрін біркелкі етіп араластырамыз. Содан соң жылы сүт қосамыз. Қантымызды саламыз. Және де бір жұмыртқа саламыз. Сонында ертілген сары май қосамыз. Енді жақсылап тұрып, араластырып, жұмсақ қылып қамыр елейміз. Елеп болған соң қамырдың ыдысын жақсылап майлап, ішіне қамырды салып, бетін целлофан мешогымен немесе пищевая пленкамен жауып, жылы жерге қойып қою қажет. Шамамен 1-1,5 сағатқа. Қамырымыз көтерілген соң бетін бір басып аламыз. Үстелдің үстіне шамалы ұн сеуіп, қамырды біркелкі етіп басып аламыз. Бетін жауып 15-20 минутқа демалдырамыз. 15-20 минут өткен соң қамырымызға ұн сеуіп жаямыз. Қатты жұқа етіп жаймаймыз. Шамамен 5 мм-дей қалыңдықта жаямыз. Енді пончиктарымызды кесіп аламыз. Мен осындай пластик бутылканың басын кесіп алдым. Өте ыңғайлы екен. Видеодағыдай пончиктарды кесуге оңай. Енді қызып тұрған майға екі жағынан да қызартып қуырып аламыз. Пончиктар өте тез қызарады. Сол себептен алысқа кетпейміз. Сонында бетіне сахарная пудра сеуіп қойсаңыз, өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған сымбат, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.